Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалу жолы өте оңай және дәмді болып шығатын творог дайындаймыз. Толық құрамын видеоның астына қалдырамын. Бізге 3,5 литр сүт керек болады. Мен сүтті таза ыдысыма құйып алдым. Енді оттың астын қосып, сүтімізді қайнатпаймыз, ысытып аламыз. Сүтіміз ысығаннан кейін бізге 1,5 литр айран керек болады. Айранды осылай шетінен аздап қосып отырып араластырамыз. Шетінен осылай аз-аздан қосамыз. Міндетті түрде араластырып тұрамыз. Осылай іртіктер пайда болып, творогымыз көтеріліп қайнағанға дейін ұстаймыз отта. Мінекей, творогымыз дайын болып қалды. Өте тез дайын болады. Менде айран, тәтті айран. Егер тәтті айран болса, творогыңыз да өте тәтті болып шығады. Ашыған айран болса, кішкене қышқылдау болады. Сары суы бөлініп шықты. Енді сүзіп аламыз. Осылай марлымен байлап кішкене сорғытамыз сары суынан. Мінекей достар, мен творогым дайын болды. Менің каналымда творогтан жасалған пирогтар және көптеген рецепттер болады. Осы видеоның астына ссылкасын қалдырып кететін боламын.